Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін мен сіздермен бірге 17 қыркүйек есте қалар оқиғалармен бөлісетін боламын. Бүгін дүниежүзілік пациенттер қауіпсіздігі күні. Ресми түрде 2019 жылдың мамыр айында Женевада өткен дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының 72-ші сессиясында бекітілді. 1930 жылы колхоз жылы деген атаумен қазіргі Көкшетау қалалық газеті шыға бастады. Газет облыстың экономикалық әлеуметтік саладағы жетістіктерін насихаттаған үшін 3 мәрте бүкіл одақтық шығармашылық байқаудың лауреаты атанған. 1980 жылы газет құрмет белгісі орденмен марапатталған. 1990 жылдың қаңтар айынан бастап Көкшетау деген атпен шыға бастады. 2007 жылы елбасы Каспий тобыл және Батыс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларын құру және олардың қызметтерін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойды. 2010 жылы Қазақстан үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының арасында Біріккен ұлттар ұйымының төлқұжат иелерін визалық талаптардан босату туралы келісімге қол қойылды. Қазақстан өздерінде Біріккен ұлттар ұйымының қызметкерлері үшін визасыз режимді қабылдаған 26 елдің тобына қосылды. 2010 жылы қазақстандық туризмді дамыту аясында Алматыдан солтүстік батысқа қарай 170 шақырым аймақта орналасқан ашық аспан астындағы Таңбалы музей қорығының аумағында абаттандыру жұмыстары басталды. Таңбалының туристерді тартатын басты ерекшелігі тасқа қашап жазылған сурет ескерткіштер, петроглифтер. Музей қорықтың тарихи, мәдени және ғылыми маңызы орасан зор. Мұндағы қола дәуірінен қазіргі кезге дейін 100-ден астам тарихи ескерткіштер тұтас археологиялық кешенді құрайды. 2010 жылы Қостанайда Александр Сергеевич Пушкиннің ескерткіші ашылды. Ұлы ақынның мүсінін Қазақстанға Ресей жазушылар одағы тарту етті. Қола мүсіннің авторы мүсінші Николай Кузнецов. 2011 жылы Баянауылда 17 және 19 ғасырлардың мемлекет қайраткерлері Шоң би Едігеұлы мен Шорман би Кішігұлына ескерткіш ашылды. 2012 жылы Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, суретші график Александр Ерашев үздік адамдар халықаралық энциклопедиясының кейіпкері атанды. 2016 жылы қазақстандық боксшы Қанат Ислам Қазақстандағы әлемге танытуға қосқан елеулі үлесі үшін Бауыржан Момышұлы атындағы намыс медалімен марапатталған болатын. 2019 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасымен Ұлы Даланың 7 қыры мақаласын іске асыру мақсатында қазақстандық делегация Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығын мерекелеу қарсаңында Сириядағы Дамаск қаласына сапар жасады. Сапардың мақсаты мәдени-тарихи орталық пен қазақстандық тарап салған әл-Фараби кесенесімен танысу. 2020 жылы Ұлы ойшылдың 1150 жылдығына даярлық және тағы басқа көптеген мәселелерді талқылау. 2019 жылы Атырау халықаралық әуежай алаңында қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы, халық қаһарманы Хиуаз Доспановаға арналған ескерткіш ашылды. 1922 жылдың 15 мамырында Атырау облысында дүниеге келген Хиуаз екінші дүниежүзілік соғыста ерлігімен танылған, ал соғыстан кейін қайраткерлігімен дараланған қазақтың қаһарман қызы. Оның ерлігіне бас иген жерлестері әуежай алдында батырға арналған ескерткіш орнату туралы бастаманы көтерген болатын. Ескерткіштің биіктігі 2 метр 30 сантиметр. Қоладан құйылған ескерткіште Хиуаз Доспанованың соғысқа аттанған бойжеткен қалпы сақталған. Осымен бүгінгі 17 қыркүйекке арналған атаулы күндер айтары өз мәресіне жетті. Сіздермен келесі кездескенше аман сау болыңыздар.